Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli jalpı жүрегі birikкен musulmonlar. Alhamdulillah, miniki yel bo'lib, elimiz ko'rkayib, yerlerimiz o'sib, xalqimiz o'sib atқан zamanda turmiz. Mana Sarag'ash audani Samal Möltök 3-chi Qo'yliq ko'chasida inshaalloh Allohning qalog'imen bugun miniki mana yerdan bir shag'in 13'te 16 mecit düzeyinde vardır. İnşallah қолдан келгенше жалпы жүрегі біріккен мұсылман қауымымыз ғой. Иншаллах көп түкірсе көл деген осы мешіттің атсалысуына әсіресе осы ауылдың тұрғындары, осы ауданның тұрғындары, осы облыстың тұрғындары, осы елдің тұрғындарының бәрін иншаллах осындай жақсы істің басына барсаңызға иншаллах Алланың разылығы үшін атсалысуға шақырамыз. Осы мешітіміздің ертерек бітіп кетуіне мінекей басқасында жүрген бауырымыз иншалла тұр. Алла разы болсын. Және өздерінің жаңағы шоттары бар. Соған қолдан келгенше бәріміз атсалысып берсек, осы мешіттің атсалысуына. Алла разы болсын. Себебі әзіргі уақытта мешіт деген нәрсе, мына ел қараңыздар, оны Самалдан бері қарай қанша мына жаққа өсіп кеткен. Осы Самалдың өзінде Мөлтек ауданында бір-ақ мешіт бар. А бұл жерде ел деген көп. Қараңыз, міне соның үшін иншалла мынау бауырларымыз осы біздің Мөлтектен де бір мешіт болсын деп ниет қылған екен. Сол ниеттерін иншалла міне жерді алып амалға асыруды бастапты. Сол жақсы амалдың басында, басы қасында бәріміз иншалла Алланың разылығы үшін атсалысайық. Алла разы болсын баршаңызға иншалла. Енді құрметті қауым, мынау адам дүниеден өткеннен кейін 3 нәрсе тоқтамай сауап барады дейді. Соның біріншісі садақа жария. Садақа жария деген осы мешітке әрқайсымыз қол ұшын берсек, 1 теңге болса да, 10 мың теңге болса да, 5 мың болса да, қолымыздан келгенше, малымызбен, жанымызбен, сементімізді, тақтайымызды, шифырымызды әкеліп, мал жанымызбен осы мешітке иншалла атсалысайық. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи салам айтқан, құстың ұясындай болса да, бір мешіт салыңдар деген. Қараңыз. Міне, енді иншалла осы садақа жариямыз біз қабірге түскеннен кейін біздің арқамыздан тоқтамастан барып тұратын сауап осы садақа жария. Біләжі барынша әзіргі уақытта ең бірінші ақшамызды, қалтамыздағы ақшамызды осы мешітке бөлсек, нұр үстіне нұр болады ағайын. Алла разы болсын. Әбеке, мына мешіттің тұрақты спонсор жоқ екен. Бір спонсор боламын, мен өзім бітіріп беремін дейтін кісілерге не айтасыз? Әлхамдулилля, бұл зор болады. Зор болады. Алхамдулилля, Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Бір есте айтып кететін нәрсе, құрметті жамағат, мынау ел осы жерде кетір, бұл жердегі мәр мынау үйлерінің тұрысынан көріп жатырмыз да, бұл жерде бір бай адамдар тұратын болса, мынандай жерден байлар тұрмауы мүмкін, бірақ кедейлер. Бірақ көбінше мешітке үлес қосып, мешіт бітірем деп жатқан кедей адамдар да. Енді шынымен жүрегінде иманы бар, қалтасында дүниесі бар азаматтар келіп, Алланың разылығы үшін осы жерге мен мешіт сап берем десе, иншалла мына осы жердегі бауырларымыз айтып жатыр, сол мешіт сап берем деген адамға есік ашық иншалла. Келсін, Алланың разылығы үшін сап берсін. Сауап еселеніп барады сол адамдарға иншалла. Мешіттің проектісі кішкентай болып тұр ғой, негізі кішкентай мешіт болады. Жоқ, бұны бір адам салып берсе де бола береді иншалла. Алланың разылығы үшін. Бұл үлкен сауапқа ие болады. Болады. Алла разы болсын. Егер есім берем десе ше, есім берем десе бере берсін. Атасына атын қоям десе. Атасына атын қоям десе. Біреу атам атын қоям, мешіт сап берем десе, халық қарсы шықпайды ғой. Дұрыс па? Қарсы шықпай ма? Сондай иншалла. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум.